В общем, барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз осы екі базаны безендіретін боламыз. Жалпы бұл базалар қызығырақ көрінді, достар. Сырт көзге әдемі және қызығырақ және мәнді көрінеді. Мен драконды жеңгеннен кейін біраз нәрселермен айналысатын сияқтымын, достар. Энд порталға барып, ояқта да тірліктерім қалып кеткен. Сол үшін бүгін базаны безендіреміз. Достар, бүгін базаны безендіреміз. Маған база салып, өзіңнің әлемді қала сияқты көрсеткен қызығырақ. Мен онымен айналысқанды қызық көрем. Сіздерге ол ұнамауы мүмкін, бірақ мен үшін бұл өте қызық және жақсы тірлік деп ойлаймын. Оның несі жаман? Безендіресің, орнына қоясың, қайттан сындырасың, қайттан бұзасың, ол бүкіл маған қызық. Ал сендерге ше, қызық па? Қызық болса ендеше видеомды соңына дейін көріңдер. Ал мен өзімнің жұмысымды істей берейін. Так, верстак. Так, жалпы наяқа есік қоямыз ба, әлде қоймаймыз ба? Есік қойғанның бір мағынасы бар ма? Так. Не істесек болады? Плитка істейміз ба? Істесек істегенде ше. Так, осылай. Мінекі керемет база. Ал енді ұйықтап алу керек сияқты. Кроваттар бар менде. Жалпы менің кішкене тамағым ауырып тұр. Кішкене ағаш қазып безендірмейміз ба? Тым қызықсыз сияқты. Мына скелет пе? Қаңқасы сымақ. Оқтарың әлсіз ғой сенің. Ендеше маған шабуыл жасамауың керек еді. Құрсай сені. Так, не істесек болады, достар? Не істесек болады, достар? Достар, менің жалпы егіндерім салынғаннан бір күн болды. Бір күннің ішінде осындай жеміс беру өте керемет. Ал енді сендер де осылай жеміс бере ала ма екенсіңдер? Менің YouTube бастағаныма бір ай болды. Яғни 27 күн. Ал сол 27 күннің ішінде менде 37 жазылушы. Сол 37 жазылушының өзі мені көрмейді. Бұл негізі жаман. Себебі егін сияқты сендер өсіп менің арнамды өсіруім керексіңдер. Өйткені сендер маған тіркелдіңдер. Ал тіркелген соң белсенді жазылушы қандай болу керектігін білулерің керек. Және мен сендерге бір зданияны көрсете кетейін, достар. Мінеки мұнара. Мұнара кезінде басқаша еді, ал мен оны кеше ғана жаңарттым. Қалай сендерге? Жалпы жаман емес. Достар, бұл жаман емес. Жалпы мен дейтін бүгін іштегенмен айналыспаймын. Жай ғана салған басторикалармен
салған үйлерімді ғана көрсетемін. Мен тіпті мыналарды да безендірмеймін. Себебі безендіргім кеп тұрған жоқ. Иә, бүгін жай ғана видео. Ал ендеше мен дейтін қалай выживание бастап мына үйді соққанымды сендерге көрсете кетейін, достар. Иә, достар, бүгін соны көрсетейін. Так, тамақ жеп алайын бірінші. Маған видеода үй салып, үй безендірген қызық емес. Иә, айта кететін жайт сондай. Жалпы мен дейтін осы жақта пайда болдым. Иә, достар, осы жақта спам жасап осы жақта пайда болдым. Және осы жақта түнедім. Иә, достар, бұл. Так, тоқта. Так. Мен сендерге көрсете кететін жайт. Иә. Так. Иә, достар, бірінші бөлім естеріңде ме? Мен осы жерде түнеп монстрлармен шайқасып жүрген кез. Иә, бұл кез өте күшті. Бұл кез маған ұнады. Және өте алтын кездер. Алтын деп айтуға да келмейді, себебі мен дейтін ештеңе жағы. Так, солай мен осы жаққа келіп мұнайға салам ба үйді? Әлде мұнайға салам ба деп ойланып жүргенде төбеге көтеріліп осы жаққа салдым. Иә, неке. Осы жаққа салдым, достар, үйімді. Бұрынғы үй, ал қазір қойма. Бұл жерде менің өте көп бағалы заттарым бар. Осындай және осындай бағалы заттарым бар. Алтындарым көп, тіпті ламбарттан да қымбат. Демей қойын. Бұл жай ғана Майнкрафт қой, маған ас жоқ ойын. Жоқ, маған ас жоқ дегенде олай түсініп қалмаңдар, бірақ бұл жеттегі сенің жинаған байлығыңның ішін өмірде маған ас жоқ деген сөз ғой бұл. Бұл менің малдарым көбейіп қапты. Бұларға жем беру қажет пе? Жоқ, қажет емес. Өйткені менде жем жоқ. Бұл менің егістігім, алғашқы егістігім. Ал кейінгі егістігімді жаңа көрген боларсыңдар. Ал мына портал. Бұл порталда да қызықты оқиғалар бастан өткердік. Ал бұл моб фермасы. Мен бұны порталдан бұрын соққан болатынмын. Бірақ порталдан алдым көрсетпедім. Бұл мен моб фермам. Мобтарды осылай өлтірем, қинап. Бұлардың қиналғаны маған қызық. Әр көңілді. Ай, мобтар. Сілімтіктер. Мен осы әр мобтан осындай пайдалы заттарды алып отыратын боламын. Ал енді бұл менің кейінгі үйім. 3 қабатты. Өзі көрікте де сүйкімді, тартымды. Іші де осындай әдемі. Осылай достарыңды осылай күтіп алуға болады. Бұл керемет емес пе? Иә, бұл кухня. Кухня деп айтуға келмейді, бірақ кухнядан қарағанда бұл жер тамақ пісіретін бір қойма немесе металл балқытатын бір қоймаға ұқсайды. Ал бұл шынымен де тамақ ішетін жер. Ал мына жер нағыз арыстанның ұйықтайтын жері, яғни менің ұйықтайтын жерім. Так, сөйлеу кішкене ыңғайсыз. Ал енді бұлай сыртқа шығатын болсақ, дала осылай көрінеді.
Бул өте керемет. Бул жерден тропиктик аймакты көрүүгө болот. Бул да кызык. Бул жердин кызыгы жок. Шыны керек. Мен кызыкты тек гана шайкастан табам. Бул жерден кызык көрүп турган жокмун. Ал эndi бул менин мунарам, ягни башням. 5 кабаттуу өзү. Бул жерден әлемди алакандагыдай көрө аласың. Өте керемет. Айта кететін жайт көп емес әрине. Бұл жерде тіпті ауыл деп айтуға да келмейді. Ал бұл менің егістігім. Енді өсіп келе жатыр. Егістік салғаныма 1-2 күн болса да өте жақсы жемісін беріп жатыр. Ал менің каналымның осы ютубқа жүктелуіне уже 1 айдай болып қалды. Бірақ әлі сол просмотр жоқ. Ал енді көрсете кететін жайт жоқ мына жерде. Әлде бұл жерден басқа жақтан көшіп кетіп басқа жаққа саламыз ба? Бірақ бұл жақтан кеткім жоқ. Сендермен бірге обзор жасап қойған болатын. Енді сендермен бірге обзор жасап қойған болармын деген ойдамын. Сендермен обзор жасап қойған деген ойдамын. Так, достар, мен салған заттарыма обзор жасап қойдым. Ал ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше, достар. Мен демалам.